Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Asıl anılar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Фатима Абдулмалик ибн Марван қызы. Аллах оған рахметсін. Ол өзінің бар мүлкін, бұйымдарын, қымбат бағалы киімдерін мұсылмандардың ортақ қазынасына өткізіп күйеуінің талабына сай өмір сүруге көнді. Фатиманың әкесі Умауилер мемлекетінің халифасы Абдулмалик ибн Марван. Бұл кісіге белгілі сахаба әйел Умму Дарда әңгіме айтуда және кісіні тыңдауда сенен асқан жан көрмедім деген. Ал белгілі ғалым Шағби ол жайлы: мен сұхбат құрған адамдардың ішінде құрметке лайық біреу болса, ол Абдулмалик деп айтқан. Сондай-ақ Ибрахим ибн Ади Абдулмалик ибн Марванның басынан өткен бір оқиғаны баяндай отырып, оның салмақтылығы мен ұстамдылығына таңырқап, мен Абдулмаликтің басына бір түн ішінде 4 бірдей ес түскенін көрдім. Сонда да оның реңі өзгерген жоқ. Сол түні Ирактың әмірі Ғубайдуллах ибн Зият пен Хижазда Хибайш ибн Дәләжа өлтіріліп, Рим патшасымен достық келісім бұзылды. Және Дамаскіде Амр ибн Сағид оған қарсы шықты деген. Абдулмалик ибн Марван басына бір түнде осыншама іс түскенде міз бақпай, мәселелерді ақыл парасат таразысына салып шешті. Міне нағыз мұсылмандар басшысының көрінісі. Халифа Абдулмалик сөзге шешен, әсіресе әдебиет өнеріне өте жетік болатын. Байсалды сөйлесе, қалжыңдаса да, тілді шұбарлап бұзбайтын 4 адам ғана бар деп көрсетеді. Ғалым Асмағи. Ол көрсеткен бұл 4-түкке Шағби, Хажжаш ибн Юсуф, Әс-Сахафи және ибн Қариялармен қатар Абдулмалик ибн Марван да жатады. Фатима осындай өрелі халифаның отбасында дүниеге келіп, әке тәрбиесінде бой жетеді. Сондай-ақ Фатиманың ағасы Уалид ибн Абдулмалик те айтулы адамдардан болған. Десе де ол ел басқаруда әділдікті сақтамай, халыққа біраз зәбір жапа көрсеткен. Уалид хижра жыл санағы бойынша 96 жылы қаза тапқаннан кейін халифалықты Фатиманың тағы бір ағасы Сүлеймен ибн Абдулмалик иеленеді. Сүлеймен Уалидке қарағанда елге жайлы, әділ, саясат ісіне жетік толық еді. Сүлейменнің әділ жолды ұстануының бір айғағы оның әділетті халифалардың қатарына саналатын Омар ибн Абдул-Азизді өзіне уәзір әрі кеңесші етіп алуынан байқалады. Фатиманың әкелері бір, шешелері бөлек 16-ға тарта ағасы болған. Ал Фатима анасынан жалғыз еді. Әкесі Абдулмалик ибн Марван бұл қызын қатты жақсы көріп бауырына басып, оның тәрбиесіне баса назар аударды. Содан да болса керек, Фатима кішкентайынан ғалымдардың тәрбиесінде тәлім алып, Құран, хадис, фикх, поэзия, әдебиет ғылымдарын жетік меңгеріп өсті. Оған қоса Фатима хас сұлулардың бірі тұғын. Мысырдың уәли Омар ибн Абдул-Азиздің әкесі Абдул-Азиз дүниеден қайтқанда оған немере іні саналатын Абдулмалик ибн Марван оның баласы Омарды Дамаскіге шақыртып өз қолын алады. Омар ибн Абдул-Азиз осылайша жастайынан халифа сарайында тәрбиеленіп есейеді. Ер жеткен Омарға халифа Марван қызы Фатиманы қосады. Және ол Омар ибн Абдул-Азиздің қызына күйеу болғанына қатты қуанды. Халифаның қызына үйленген Омар еш нәрседен таршылық көрмей, сән салтанатта өмір сүрді. Арада біршама уақыт өтіп, Абдулмалик дүниеден қайтқанда, оның орнын ұлы Уалид ибн Абдулмалик иеленді де, Омар ибн Абдул-Азиз Мәдинаның уәли болып тағайындалды. Сол кезде Омардың жасы бар жоғы 25-те болатын. Омар ибн Абдул-Азиз Мәдина жеріне әділдік орнатып, тез арада халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп үлгерді. Мәдина халқы оны қатты жақсы көріп құрметтейтін. Омар өте тақуа, ғибадатшыл еді, және ол сұлулықты ұнататын. Жүрісі паң, киімдері қымбат бағалы,
әтірінің иісі алыстан сезілетін сырбаз кісі еді. Тіпті сол кездерде Омардың жүрісіндей деген мәтел айтылатын. Сол тұста Уәлид ибн Абдул-Маликтің оң қолы Хажжаж ибн Юсуф деген бір озбыр уәзір болатын. Хажжаждың істеген талай былықтары, халыққа көрсеткен зұлымдығы, әсіресе Ирақ жеріне жасаған қиянатына Омар ибн Абдул-Азиздің құлағы қанық еді. Оның осындай озбырлығы мен кемшілік айыптарын мінеп, Омар халифа Уәлидке хат жазады. Хат мазмұнында: «Мен Хажжаж Мәдинаға келсе күтіп алмайым. Егер ол қажылыққа келсе, бірден Меккеден қайта берсін» деген сөздер бар еді. Омар ибн Абдул-Азиздің бұл хатының хабары Хажжажға жетіп, ол іштей Омарға тісін қайрап жүреді. Ұзамай Хажжаждың Уәлидті көп үгіттеуінің нәтижесінде турасын айтып туғанына жақпаған Омар Мәдинаның уәлилігінен алынады. Уәлид ибн Абдул-Малик оны Дамаскіге шақыртады. Омар ибн Абдул-Азиз Мәдинаны тастап шығып бара жатып егіле жылайды. Күйеуінің мұнысына Фатима: «Не үшін жылайсың?» дегенде ол: «Мен Мәдина өзінен қашықтатқан адамдардан болып қалудан қорқамын» деп жауап береді. Бұл сөздің астарында ол жаман адамдарды ұстаның көрігі темірдің татын кетіретіндей өзінен аластайтын Мәдина деген хадис жатыр еді. Омар ибн Абдул-Азиз қаладан шығарда осы хадисті есін алып қобалжулы күйге түсті. Сол кезде ақылды салихалы Фатима: «Қам жеме, Аллах бізбен бірге» деп басып айтты оған. Фатима мен Омар ибн Абдул-Азиз осылайша қайта Дамаскіге оралады. Уәлид ибн Абдул-Маликтен кейінгі халифалық тақ мұрагері Сүлеймен ибн Абдул-Малик еді. Сүлейменнің мұрагерлігін жоймақ ниетте Уәлид елдің жақсы жайсаңдарын, ақсақалдары мен көсемдерін құзырына жинап, оларды оған қарсы үгіттейді. Уәлидтің бұл пиғылына Омар да Фатима да қарсылық танытты. Омар ибн Абдул-Азизден қауіптенген Уәлид бір күні оны астыртын шақырып алып, адамдарына бір бөлмеге қаматып, есік терезесін сылатып тастайды. Кешіккен сайын хабарсыз кеткен күйеуін іздеп Фатима дал болды. Арбер шапқылап, Уәлидтің әйелі Уммул-Банинді араға салып жүріп, Омардың қайда жатқанын іздеп тапқан Фатима есікті аштырса, ол дем жетпей өлудің сәлақ алдында жатыр екен. Фатиманың осындай жанашырлығы мен қамқорлығының арқасында Омар ажал аузынан қалды. Сүлейменнің халифалық мұрагерлігін жоймақ болып жүрген аралықта Уәлид ибн Абдул-Малик қайтыс болды. Оның орнын Сүлеймен ибн Абдул-Малик иеленісімен ақ Омарды өзінің уәзірі әрі кеңесшісі қылып алады. Омар ибн Абдул-Азиздің уәзірлікте бірінші кіріскен ісі халифаны үгіттеп жүріп, бір кездерде Хажжаждың жәбіріне ілігіп, абақтыға жабылған көп адамдарды түрмеден шығару болды. Бір риуаяттарда Хажжаждың қуғын сүргінінен абақтыға жабылған адамдардың ұзын саны 80 мыңға жеткен делінеді. Халыққа жайлы, әділ халифалық құрған Сүлеймен ибн Абдул-Маликтің ғұмыры қысқа болды. Сүлейменнің өлімінің себебі, ол бір күні мешітке жұма намазына шығар алдында үстіне жасыл мақпал шапан киіп, айнаға қарап, өз-өзіне қатты сүйсініп, «Аллахтың атымен ант етейін, мен жігіт патшамын» деп тамсанады. Шын мәнінде де оның жасы бар жоғы 30 деді. Намазға шығып құтпа жасап, көпшілікке имам боп намаз оқысымен үйіне келе сала науқасқа шалдығады. Қатты ауырып көп замай дүниеден озады. Өмірден өтерінде оның алдына бас уәзірі Ража ибн Хайуа кіреді. Ража ибн Хайуа Сүлейменді өзінен кейінгі мұрагерлікті Омар ибн Абдул-Азизге қалдыруға көндіріп, оған осы мазмұнда бір бұйрықнама жаздырып алады. Ража осыдан кейін көптің алдына шығып, қолындағы бұйрықнаманы көрсетіп тұрып, «Міне халифаның өсиеті, қолы қойылып, мөрі басылған. Енді ол орнынан тағайындап кеткен адамға байғат беріңдер» дейді. Адамдардың бәрі кезектегі тақ мұрагері Язид ибн Абдул-Маликке байғат беріп жатырмыз деп ойлап, жапа тармағай байғат береді. Ража ибн Хайуа адамдардың бәрінен байғат алып болғаннан кейін мешіттің артқы жағында отырған Омар ибн Абдул-Азиздің қасына келіп,
«Әссәләму әләйкә уә» мүміндердің әміршісі дейді. Бұл адамдарға да, Омарға да күтпеген жағдай еді. Қатты таңырқап қалған Омар сасқалақтап абыржып қалады. Адамдардың барлығы оны құттықтап, тіпті кезектегі мұрагер Язидтің өзі келіп қолын алды. Абдыраған Омар орнынан тұрып, мінберге шыға алмаған соң, адамдар оны жабылып көтеріп шығарды. Ол сөйлемекші болып еді, оған да шамасы келмеді. Әрең есін жиып, Сүлеймен ибн Абдул-Маликті арулап жерлейді. Жерлеу рәсімдерін аяқтаған соң үйіне қайту үшін мініс көлігін сұрайды. Адамдар оған жаратылған сұлу сәйгүлікті әкеліп алдына тартады. Омар, оны алып кетіңдер деп, орнына қашыр алдыртып, қашырға мініп үйіне келеді. Өңі қашып үйіне келген оған қызметшісі: «Сізге не болған? Бір уайым шегіп тұрсыз ғой шамасы» дегенде Омар: «Менің басыма түскен іс шығыс пен батыстың арасын мекен еткен Мұхаммед үмбетінің әрбірінің менде құқығы бар екендігін білдіреді. Мен ол құқықтарды шағым алмай орындауым керек. Ендеше қалай уайымға түспейін» деп жауап береді. Омар ибн Абдул-Азиз халифа болып сайланғаннан кейін қолындағы өзінің бар мал мүлкін, тіпті алдыңғы халифалардың жолына төселетін кілемдерді сатып, пұлдап, мұсылмандардың ортақ қазынасына қосуды бұйырды. Өйткені алдыңғы халифалар жер басып жүрмейтін. Керек болса халифа Бағдаттан Меккеге қажылыққа барғанда да жол бойы аяғының астына кілем төселіп отырған дегенде әңгімелер айтылады. Омардың алғашқы халифалық күндері басталды. Бір күні ол қауырт жұмыстармен ары-бері шапқылап жүріп, бесіннің алдында үйіне келіп, тынығып көз шырымын алу үшін бөлмесіне кіріп жатады. Бір кезде оған баласы кіріп: «Әке, не істейін деп жатырсың?» деп сұрайды. Әкесі: «Балам, мен аздап шаршадым, сәл тынығып алайын деп едім» дегенде баласы: «Әке, сен ұйықтап тұрып шағымдарды қараймын дегенше амандығыңа кім кепіл бола алады?» дейді. Баласының бұл айтқан саналы сөзіне дән риза болған Омар ұлын құшақтап тәнті болып: «Әлхамдулиллах, дініме жәрдемдесетін осындай білімді ұлды берген Аллахқа сансыз шүкір» деп, сол замат адамдарға жар салдырып, оларды арыз шағымдарын тыңдауға қабылдайтындығын хабарлатады. Сөйтіп алдыңғы Умәуи халифалардың кезінде зұлымдық көрген адамдардың мәселесін қарап, елдегі жағдайды ретке келтірді. Әйелі Фатима Омарды халифалығымен құттықтап келеді. Әңгіме барысында Омар ибн Абдул-Азиз оған: «Фатима, маған өте ауыр іс жүктелді. Егер менімен бірге қалуды қаласаң, бұдан кейін саған тиісінше уақыт ажырата алмаймын. Сондай-ақ молшылық өмірден де бас тартуыңа тура келеді. Егер бұған төзе алмасаң, өз үйіңе қайта беруіңе болады» деген сөздер айтады. Күйеуінің бұл ұсынысын қабылдаған Фатима өмір бойы үйренген сән салтанаттан, молшылықтан, рахат өмірден бас тартып, тақуа күйеуімен қалуды таңдады. Оған қоса Омар ибн Абдул-Азиз Фатимаға: «Егер менімен қалуды қаласаң, қолыңдағы бар мал мүлікті, сәндік бұйымдарыңды, інжу маржаны асыл тастарыңды мұсылмандардың ортақ қазынасына өткізгін. Бұл нәрселер оларға тиесіл» деп, оның үстіне қарап: «Мына киімдерді де мұсылмандардың қазынасына тапсыр. Бұлар сенікі емес. Мен олардың халал екендігіне күмәнім бар» дейді. Фатима күйеуінің айтқанын кетпей, оның барлық бұйрығына бойұсынып, өзінің бар мал мүлкін, бұйымдарын, қымбат бағалы киімдерін мұсылмандардың ортақ қазынасына өткізіп, күйеуінің талабына сай өмір сүруге көнді. Кейіннен Омар ибн Абдул-Азиз дүние салғаннан кейін халифа тағына отырған Язид ибн Абдул-Малик Фатиманың қазынаға салған бар мал мүлкін өзіне қайтарғысы келгенде Фатима оларды алудан бас тартқан. Ол бұйымдарын қайтарып алмаған соң, Язид оларды Умәуилер шаңырағына тиесілі әйелдерге таратып берген. Тақуалыққа, тәркі дүниелікке шақырған күйеуіне мүлтіксіз бой ұсынған Фатиманың өмірінде осындай біз үлгі өнеге аларлықтай ғибрат белестері көп болды. Өмір бойы зәредей нәрседен таршылық көрмей, көз ашқалы молшылықта күн кешкен Фатима осыған қарамастан бар нәрседен бас тартып, тақуалықты таңдап, қандай жағдайда да күйеуіне бой ұсынып, оған өмір бойы серік болуды жөн көрді.
Ол қаламаған нәрсенің бәрінен теріс айналды. Міне, нағыз мұсылман әйел бейнесі. Бір күні Омар ибн Абдул-Азиз үйіне кірсе, әйелі Фатима киімін жамап отыр екен. Омар оған: «Сүлейменмен бірге жүрген күндеріміз есіңде ме?» дейді. Фатима: «Я, есімде. Бірақ бүгінде сен ол күндерге қарағанда құдіретті емессің бе?» деді Омарға. Бұл сөзімен Фатима: «Ол кездерде сен уәзір едің, сонда да біз молшылық дедік. Ал бүгінде халифасың. Қалай өмір сүрем десең де, еркің өзіңде емес пе?» дегенді меңзейді. Сол кезде Омар: «Ей Фатима, мен Раббыма күнәкарлық қылуға, ұлы күннің азабынан қорқамын» деп жауап берді. Оның бұл сөздерінен әсерленген Фатима көздеріне жас алып, күйеуі үшін Аллахқа жалбарынып: «Аллахым, оған тозақ отынан пана бол» деп дұға қылады. Халифаның отбасы бола тұра, олар осындай жоқшылықта өмір сүрді. Дамаскының суықтарында бой жылтар жамылғы таппағандарын былай қойғанда, кей кездері Фатима жүрек жалғауға ештеңе таппай, аштықтан ішегі шұрылдайтын күндерді де басынан өткізетін. Ол осылай абыржыған кезде: «Біз бенен халифалықтың арасы шығыс пен батыстың қашықтығындай. Аллахтың атымен ант етейін, бізге халифалық келгелі бері қуаныш көріп, қабағымыз ашылмады» дейтін. Бірде қызметкері кіріп, Фатимадан тамақ сұрайды. Фатима оған бұршақ ұсынғанда қызметшісі: «Күнде бұршақ жейміз бе?» деп назаланады. Оның бұл қынжылысына Фатима: «Балам-ау, сенің қожайының да тамақ осы ғой» деген екен. Сондай-ақ Фатиманың алдына бір әйел кіріп, оның үстіндегі әбден тозығы жеткен киімді көріп: «Әй Фатима, мұсылман әйел күйеуіне сәнденуі керек емес пе?» дейді. Сонда Фатима: «Әйел күйеуіне ол ұнататын нәрсемен сәндене ме, жоқ ұнатпайтын нәрсемен сәндене ме?» деп сұрайды. Әлгі әйел: «Әрине, күйеуі ұнататын нәрсемен сәнденеді» дейді. Сол кезде Фатима: «Ол осыны ұнатады» деп айтқан. Тағы бірде Фатима Омарға: «Сен адамдардың бәріне әділдік қылып, маған ғана зұлымдық жасайсың. Адамдардың бәріне құқығын беріп, ал маған ұйқысыз түндеріңнен басқа ештеңе бермейсің» деген болатын. Омар ибн Абдул-Азиз уәзірі Ража ибн Хайуаға: «Ей Ража, менің нәпсімнің қалағанына жететін бір қасиеті бар. Мен Әбдул-Маликтің қызы Фатиманы қаладым. Оған қолым жетті. Сосын әмірлікті қаладым. Мәдинаның әмірі болдым. Сосын халифалыққа көңілім шапты. Оны да иелендім. Енді бүгін нәпсім жәннатқа жетуді қалайды» деген. Бір күні Омардың жүзім жегісі келіп, оны Фатимаға айтады. Сатып алуға ақшалар жоқ еді. Өйткені Омар ибн Абдул-Азиз халық қызмет үшін өзіне бар жоғы 2 дирхам жалақы қойғанды. Фатима Омарға білдіртпей Бағылбек деген жердің уәлиіне өздеріне жүзім жіберуін сұратып, адам жібереді. Әкелінген жүзімді Омардың алдына тартқанда, ол мұны қайдан алғандарын сұрайды. Жүзімнің қайдан келгенін білген Омар Фатимаға қарап: «Аллахтың атымен ант етейін, Омардың нәпсі қалау үшін мұсылмандардың көлігін шаршатыпсың ғой» деп қынжылыс білдіріп, жүзімді жеуден бас тартады. Бағылбектің уәлиіне хабар жіберіп, ендігәрі бұлай ететін болса, орнынан алынатындығын ескертеді. Омар ибн Абдул-Азиз қайтыс болғанда, халифа отбасы мүшелерінің бірі Мәсләма ибн Абдул-Малик келеді. Омардың үстінде көйлектің әбден тозығы жеткенді. Мәсләма халифаның бас жағында жылап отырған Фатимаға: «Мүміндердің әміршісінің үстінде көйлекті ауыстырсаңдар қайтеді» дейді. Фатима үндемейді. Осылай деп бірнеше рет қайталаған Мәсләма Фатима жауап қатпаған соң: «Ей Фатима, тұр, маған көйлек берші, өзім-ақ ауыстырайын» дейді. Фатима орнынан қозғалмайды. Мәсләма талабын тағы да бірнеше рет қайтарып, адамдар мүміндердің әміршісіне осы күйінде кіреме дегенде ғана Фатима: «Аллахтың атымен ант етейін, оның мұнан басқа киімі жоқ» деп жауап береді. Бірде Ата ибн Әбу Рабах деген ғалым Фатимадан: «Омар қандай еді?» деп сұрайды. Сонда Фатима: «Ол мұсылмандар үшін өзін түгелдей бағыштады. Кешке мұсылмандардың ісімен айналысып отырғанда, қазына шамын жағып отырса, оны аяқтаған соң ол шамды өшіріп, өз ақшасына сатып алынған шамды жағатын.
түнімен Аллахқа жалбарынып, көз жастарын төгетін, таңның атуымен ораза болатын. Бір күні мен одан: «Уа, мүміндердің әміршісі, түнімен жылап еңіреп шығасың. Саған не болып жүр?» деп сұрадым. Ол: «Ей Фатима, сен өз жөніңді біл, ал мені өз жайыма қалдыр. Саған тәлім ретінде айтайын. Мен көз жүгіртіп осы үмбеттің жауапкершілігін арқалағанымды көрдім. Олардың кедей-кепшіктерін, аш-жалаңаштарын, мүсәпір ғаріптерін, адасқандарын, абақтыға түскендерін, бала-шағасы көп жағдайы төмендерін, тағы басқа жер бетінің түкпір-түкпіріндегі осы сияқтыларды есіме алдым, және осылардың барлығынан Аллах тағаланың мені сұраққа алатындығын аңдадым. Аллах елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлем болсын, мені оларды үмбетінің арасында айғаққа тартатынын ойладым. Сөйтіп Аллахтың үзірімді, уәжімді қабыл алмауынан қорықтым. Аллах елшісінің, оған Аллахтың салауаты мен сәлем болсын, қатарында айғағымның қабылданбауынан қорықтым. Өз-өзіме жаным ашып, көзімнен жас сорғалады. Жүрегім қан жылап, жаным шырқырады. Осыларды ойлаған сайын қорқынышым арта түседі. Қаласаң өне кет, қаласаң жайына қалдыр деді. Омар ибн Абдул-Азиз: «Қандай да бір іс істемеңдер, біз сендерді көріп тұрамыз» деген Юнус сүресі 61-ші аятты қайталап, көз жасын көл қылып жылайтын. Бірде Фатима Омардан неге жылай беретінін сұрағанда, ол Аллах тағаланың бір топ жаннатта, ал бір топ тозақта деген Шура сүресі 7-ші аяттарын айтып, өзімнің қай топтан екенімді білмеймін деп жылай-жылай есінен танып жығылған. Фатима Омар ибн Абдул-Азиз жайлы Муғира деген кісіге: «Ей Муғира, намазы мен оразасы Омардан артық кісілер болса болар, бірақ мен Аллахтан қорқуда одан асқан ешкімді көрмедім. Үйге келсе, көздері жұмылғанша жылайтын, есінен танғанша жалбарынатын, оның үздіксіз қылатын дұғасы: Аллахым, сен кешеуілдеткен нәрсені жеделдетуді, және сен жеделдеткен нәрсені кешеуілдетуді ұнатпау үшін мені шешіміңмен разы қыл, және тағдырыңда маған береке бер деген сөздер ет» деген. Омар ибн Абдул-Азиздің тұсында зекет малын алатын кедей-кепшік болмай қалды. Зекет беру үшін жат жерлерден адам іздеуге тура келетін. Ол бар болғаны 2 жыл 5 ай халифалық құрды. Тәркі дүниелігімен әйгілі Малик ибн Динар: «Адамдар Малик тәркі дүние адамы дейді. Шын мәнінде тәркі дүниелік қылған Омар ибн Абдул-Азиз. Оған дүние өзі келді, ал ол одан бас тартты» деген. Ибн Жаузидің Сира кітабында Мұхаммед ибн Абдул-Малик әпкесі Фатимадан Омардың науқасының қалай басталғанын сұрайды. Сол кезде Фатима былай деп жауап қайтарған: «Аллахтың атымен ант етейін, мен оны Аллахқа деген қорқыныштан өлді деп ойлаймын. Сол түні мен оның бұл ақырет мекені, оны жер бетінде астамшылық және бұзғыншылық қаламайтындарға арнаймыз. Істердің соңы тақуалардың пайдасына» деп жатқанын естідім. Осылай деп түні бойы қайталады. Таң атқан кезде оның қасына Мәртәт деген қызметкерді қалдырып тысқа шықтым. Қайтып келсем, Мәртәт бөлмесінің сыртында тұр екен. Одан: «Неге шықтың?» деп сұрадым. Ол: «Мүміндердің әміршісі маған тысқа шығуды бұйырды» деді. Ішке кірсем, бұл дүниемен қош айтысқан екен. Міне осындай ұлы тұлғаның қасында сабыр қылып бірге болған жан жары Фатима еді. Аллах оған рахмет етсін. Salawatullah